Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі жылдам дайын болатын самса дайындаймыз. Алдымен ұнымызға мұздай майымызды осылай салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне тұзымызды, 2 жұмыртқамызды, қаймағымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, илеп аламыз. Қамырымызды илеп болып 1 сағатқа, болмаса жарты сағатқа демалдырып қойып қоямыз. Салмасына осындай фаршымызды, одан кейін арасына пиязымызды, картошкамызды 4 бөлшектеп турап, барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды осындай домалақ пішінде етіп, одан кейін 60 граммнан бөліп аламыз. Енді осыларды жайып, арасына салмасын салып, түйіп аламыз. Өздеріңізге ұнаған формада жасасаңыздар да болады. Бұл самсаның қамыры өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, печкамызда пісіріп аламыз. Бізде самсамыз дайын болды. Өте оңай әрі дәмді самсамыз. Әсіресе қонақ келгенде тез жасалатын.